Сәлем қыздар, бүгін ой керемет тақырып етеккір мен емізу жайлы әңгіме айтатын боламыз. Яғни сіз жаңа босандыңыз, енді етеккіріңізді күтіп жүрген ана қыз-келіншек болсаңыз, осы видео сізге арналған, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Кеттік, ондай болса, ең жиі сұрақтарға жауап берейік. Етеккірдің босанғаннан кейін екінші айда келгені қалыпты ма? Құрбыларымда 1-2 жылға дейін болмаған. Босанғаннан кейін нәрестені бірден емшекке салады да, сұраған кезде емізіңіз дейді. Яғни сіз күніне күндізгі уақытта 3-4 рет, түнде 5-6 рет емізетін болсаңыз, бұл кезде етеккіріңіздің келмегені ол дұрыс процесс. Яғни пролактин гормонының әсерінен аналық безде фолликулалар өсуі болмайды. Алайда тұқым қуалаушылық деген нәрсе бар, анаңызда, әпкеңізде, егер де бұл 2 айдан кейін сразу келсе, онда сізде де солай болуы мүмкін. Түсінікті ғой, Негізінде қалыпты жағдайда 2 жылға дейін келмесе, ол сіздің денсаулығыңыздың дұрыс екендігінің белгісі. Кеттік. Балам 1 жас 3 ай, етеккірім әлі келмеді. Пролактин гормонының әсерінен аналық безде фолликулалар өсуі болмайды. Сол себепті уақытылы емізулі әйелдерде 2 жасқа дейінгі мерзімде етеккірдің келмеуі қалыпты жағдай. Етеккір сүт мөлшеріне, сапасына әсер етеді ме? Мынау керемет сұрақ. Етеккір кезінде қандағы гормондарға байланысты сүт құрамы өзгеріп, мөлшері азаюы мүмкін. Соған қарамастан бұл балаңыздың емізбеу керек деген сөз емес. Сүт құрамы тұтынған тағамдарда да тікелей байланысты болады. Сондықтан ханымдар, егер сіздер етеккірім келді деп баланы аз емізіп, не болмаса емізбеуге тырысу, ол өте қате деп есептейміз. Себебі ол қатты құрамға әсер етпейді, балаға ешқандай зияны келмейді. Еміземін, етеккірім қалыпты болмай жүр. Емізу кезінде етеккір 3-12 айға дейінгі мерзімде қалыпқа түсуі мүмкін. Бұл пролактин гормонының әсерінен болады. Егер босанғанға дейін етеккір мерзімді болса, етеккір қалыпқа түседі. Яғни сіз босанғанға дейін етеккіріңіз қалыпты түрде жақсы келіп жүрген болса, еш уайымдамаңыз, ол сізде 1-2 рет келгеннен кейін өз қалпына түсіп алады. Келесі, емізіп жүрген кезде жүкті болу мүмкін емес деген рас па? Көп жағдайда күндіз 3-4 рет, 5-6 рет емізіп жүрсеңіз, етеккір пайда болмайды, 6 айға дейін. Пролактин гормонының әсерінен аналық безде фолликулалар өсуі болмайды. Сондықтан, бұл рас, емізіп жүрген кезде көтермеуі мүмкін деген. Бірақ та бұл өте сенімсіз әдіс. Яғни сіздер сеніп қалмаңыздар, мен емізіп жүрмін, яғни көтермеймін деп. Ол өтірік нәрсе. Бұған сенбеңіздер. Қосымша қорғанған дұрыс. Егер спираль салсаңыздар, спираль болмаса презерватив салып қорғанған дұрысырақ. Себебі көп әйелдердің басынан өтіп жатыр, естігенде шығарсыздар, көргенде шығарсыздар, 40 күннен кейін де көтеріп қалатын әйелдер бар. Емізіп жүріп жүкті болып қалдым дейді. Емізуде, жүктілікте ана ағзасы үшін үлкен жүктеме. Ең алдымен барлық пайдалы заттар іштегі ұрыққа, содан кейін емізулі балаға, тек содан кейін ана ағзасына жұмсалады. Соған байланысты емізулі болсаңыз, қосымша тамақ қабылдайтын болса, барынша ертерек емшектен шығарғаныңыз дұрыс. Ұрық үшін де пайдалы. Іштегі ұрық 5-6 айлық мерзімге жеткенде емізулі кезінде бөлінген окситоцин жатырдың жиырылуына, мерзімінен ерте босануға алып келеді. Яғни сіз емізіп жүріп көтеріп қалсаңыз, балаңыз қанша айда болса да емшектен шығаруға тырысыңыз. Себебі разрыв болуы мүмкін, ерте босану, не болмаса жүктіліктің аяқталуы деген қауіпті жағдайлар болуы мүмкін. Сол себептен, егер де балаңыз кішкентай болса смесқа үйретіп, үлкен болса тамаққа үйретіп шығарып тастаңыз, одан кейін барып өзіңізге іштегі ұрыққа күтім жасауға тырысу керек. Еміземін, қалай жүктіліктен қорғануға болады дейді. Көп жағдайда
сіз емізіп жүрген кезде аналық фолликулалар өсуі болмайды, бірақ та бұған сеніп қалып көтеріп қалмаңыз. Бірақ бұл өте сенімсіз. Сондықтан презерватив қолдануға болады, немесе 4 айынан бастап спираль салуға болады, және қазір медицинаның дамыған кезі арнайы дәрілерді де ішіп жүруге болады. Жатыр-ішілік спираль алғаш босанған әйелдерге ұсынылмайды. Егер екінші және де одан да жоғары босанған болсаңыз, осы әдіс арқылы 5 жылға дейін қолдансаңыз болады. Жатыр-ішілік спираль босанғаннан кейін 6 аптадан соң қойылады. Егер ол уақытқа қойылмаса, алғаш етеккір келіп біткеннен кейін күндері салынады. Сіздің қандай да бір сұрақтарыңыз қалып кеткен болса, шешімін таба алмай жүрген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіз. Біз сіздерге обязательно жауап беруге тырысамыз. Жақсы, сау болыңыздар.